Сәлем достар, сіздермен Құралай. Мен сіздерге бүгін түскі асқа жеңіл, дастарханның көркін беретін осындай керемет түрлі түсті салат әзірлеуді көрсетемін. Менің арнама тіркеліп, маған қолдау көрсетіп өтулеріңізді сұраймын. Видеомды соңына дейін тамашалаңыздар. Керек заттың бәрін осылай дайындап аламыз. Барлық керек заттарды описание бөліміне қалдырдым. Лимонды алып, шырынын осындай кішкене ыдысқа сығып аламыз. Алдын ала піскен етімізге соевый соустан қосып, чесногымызды майдалап, осылай турап, оны да қосамыз. Және осыған тұз салатын боламыз. Осы тұзға ерекше тоқтала өтетін болсам, өзіндік иісі, дәмі бар, ароматный иісі бар, прованский травалармен араласқан, лимонный дәм беретін тұзды осылай алып етке саламын жаңағы. Және үстінен осындай оливковый маслодан кішкене құйып жіберемін. Қатты баяу отта қызып тұрған табамызға ештеме салмай осылай жаңағы қоспаны саламыз. Осылай жақсылап жеңіл түрде қуырып аламыз. Міне чесноктың дәмі етке енеді. Иісі деген керемет болады. Осылай қуырып шетіне ірі бөлікпен, ірі көлемде туралған брокколімізді, болгар перісін, болгар бұрышын осылай алып, жаңағы қызып тұрған табамызға салып, қоңыр түске енгенше етімізді алып қоямыз бұлай. Ал мынау көкөністеріміз қоңыр түске енгенше осылай біркелкі қуырып аламыз. Айта кетейін, брокколімен де 1 минут қана қайнап тұрған суда пісіріп алғам алдын ала. Кез келген уақытта алып, осындай салатқа қоса беремін. Міне кішкене оливковый масло тамызып жібердім, өйткені майы тартылып қалыпты. Осылай пісіріп болған соң қуырып аламыз жаңағы. Шала қуырамыз. Салатымызды жинауға кірісеміз. Шұңғылдау ыдысты алып, осындай дәмді көкөніс шөпті алып, осындай салатқа қосады. Бұл шөп кеңінен таралған, пиццаларға қосып жатады. Осы шөптің үстінен қызанағымызды алып, ірі көлемде кескіндеп қоямыз. Жаңағы қуырылған көкөністерімізді алып, осы қызанақтың үстінен осылай саламыз. Қараңыздар, қандай түске еніп жатыр. Және етімізді саламыз үстіңгі бөліміне. Оливковый маслоға кішкене лимон сығындысын қосып, қара бұрышымызды қосамыз дағыны, үстінен осылай құйып шығамыз. Өте жеңіл және тойымды, витаминге толы салат болып шыға келеді. Көздің жауын алады. Жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.